наурызшылар, жер дүниені жанарды, көктемде ерте келетін ұлыстың ұлы күні наурыз мейрам құтты болсын. Жаңа жыл отбасымызға жақсылық, дастарханымызға құт береке алып келсін. Әр үй тілейтін тыныштық пен бақыт. Келесі наурызды да амандықпен қарсы алайық. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсам жол болсын. Құттықтаймын. Бүгінгі мейрам өте жақсы өтсін, соған тілектеспін. Жыл басы жақсы басталса, аяғы да жақсы болады деген қағиданы берік ұстанған халық бүкіл ыдыс атаулыны дәнге, аққа, таза суға толтырып, бетін ашық қалдырған. Бұл наурыз бата тілейік. Ұлыстың ұлы күні наурызымыз 22 наурызымыз құтты болсын. Барлықтарыңызға тілейтінім денсаулық, береке, бірлік. Әрбір кішкентай бүлдіршіндерге тілейтінім енді дендері сау уақыттардың осылай жүре берсін, елімізге амандық, берекелі жыл болсын. Көп рахмет, мынандай бүйтіп шара өткізіп жатсыздар. Мынау осы Казгородок мектеп ұйымына, ұжымына көп алғысымызды білдіреміз. Енді осы үрдісіміз бұдан қарай да жалғаса берсін. Бірақ көп жыл болды ғой, содан бері енді осы ұмытпайық осыны. Сондықтан енді рахмет шақырғандарыңызға. Мен енді көп дайындала алғам жоқ, бір өз білгенше бір батамды айтып кетейін, айтып берейін сіздерге осыны. Балдырғаным балалар, кәнекей бәрін қараңдар, әумин деп қол жайып, ұлыс күнін тойлайық. Құтты болсын ұлыс күн, жадыраған тыныс күн, наурыз мейрам аталған, мұсылманға ырыс күн. Ұлы мейрам, бұл мейрам, мұсылмандар тойлаған, күнменен түн теңеліп, қарер бағар арнадан, сендерге күнде келетін, болашақ деп сенетін, аман болсын ұстаздар, білім нәрін беретін. Ырысымыз мол болсын, бізден тілек балалар, денсаулықтарың зор болсын. Сізге бата бергеніңізге көп рахмет. Біздің атымызда сізге кішкентай сыйлық. Орама көп болмайды, жол болады. Біздің үйге
қызыл